Жалпы көрме Чехия Республикасының елшілігімен Қастеев атындағы өнер музейінің бірлесуімен ұйымдастырылған. Бұл біздің музей үшін, жалпы Қазақстан өнер үшін үлкен бір жоба. Себебі осындай халықаралық деңгейдегі ірі суретшінің біздің осы Қастеев атындағы өнер музейіне келуі біз үшін үлкен бір мақтаныш. Әрине, бүгінгі көрмеде Иржи Печенегтің 30-ға жуық туындылары қойылған, авторлық туындылары. Жалпы бұл тек қана Чехия Республикасының ғана емес, сондай халықаралық деңгейде танымал болған суретші. Бұның шығармаларының негізгі ерекшелігі қарапайым ғана шыныдан әртүрлі бір көркемдік шығармаларды тудыру деп ойлаймын. Яғни алтынды және темірді қолдану арқылы. Оның өзінің жасалу технологиясының ерекшелігі. Бұл бір сондай үлкен бір шығармашылық жұмысты қажет ететін, төзімділікті қажет ететін жұмыстардың бірі. Көрменің аты шыны бағы деп бекер аталмаған. Бұл көрмедегі туындылардың барлығында әртүрлі біз кейіпкерлерді көреміз. Яғни бұлардың барлығы да флора мен фаунаның мекендеушілері. Не болмаса экзотикалық мекендеушілер. Сондай-ақ суретші осы Қазақстанға арнайы келген кезде көрмесінде жылқы кейіпкерлерін қосқан. Яғни біз мұнда әртүрлі медузаларды, не болмаса тотықұстарды көре аламыз. Сондай-ақ өте бір ерекше жоғарғы талғампаздықты қажет ететін туындылар деп ойлаймын.